Балалар 114-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ортақ элементтері бар жиындарды ата. Ең алдымен жиындарды жазып алайық. А жиыны элементтері 1, 2, 3, 4 және де В жиыны. В жиынының элементтері 3, 4, 5. С жиыны. С жиынының элементтері 4, 7, 8. Ал Д жиынының элементтері 9, 10 және де 11. Осы 4 жиыннан ортақ элементтері бар жиындарды қарайтын боламыз. Бірінші, А жиынына назар аударайық. А жиынының элементтері 1, 2, 3, 4 деген сандар. Ал құрамында А жиынында бар элементтері бар, ол бізде В жиыны бар екен. Жазып қойайық. А жиыны мен В жиынының ортақ элементтері. Бұл жерде балалар 3 және 4 деген сандар. 3, 4, 3, 4. Мінеки, жазып алайық. А және В жиындарына ортақ 3 және де 4 деген элементтер. Келесі, екінші, тағы да назар аударайық. Бірінші А жиынында бар 4 деген сан, ол бізде С жиынында бар екен. С жиынының элементтерінің ішінде де 4 саны бар. Демек, балалар, А мен С жиынының ортақ элементі ол 4. Жазып қойайық. А және С жиындарының А және С жиындарына ортақ бізде бір ғана элемент, ол 4. 4 деген элемент деп қойайық. Келесі, үшінші, тағы да жиындарға қарайық. Бізде балалар В жиынында бар 4 деген элементіміз, ол С жиынында да бар екен. Демек, жазамыз В және С жиындарына ортақ 4 элемент деп. В және С жиындарына ортақ 4 деген элемент. Мінеки, осымен балалар 114-ші беттегі бірінші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.